Осы кеше салған видеома байланысты маған адамдар звондап жатыр. Неме дейді? Экстренные типа, сондай бастықтар екен. Сол маған звондайды. Мен айттым, видеоны өшірмеймін дедім. Врачтарыңызды көріп тұрсыздар дедім. Бүткіл осы Үржардың больницасы өте нашар. Айтсам маған бүткіл сіз больницаға жаман қылып тигізіп жатсыз ғой дейді. Айналайын, қалай жаман қылып тигізбейсіз? Мен де екіқат болдым дедім. Мен де былайша қаралдым дедім. Міне приемныйға барсаң, вообще адам ғұрлы көрмейді, қарамайды дұрыс. Өтірік емес, рас. Мен типа мен айтам, өшірмеймін тиктокты десе, маған айтады, санаңызға берсін дейді да. Адамгершілікке салыңыз дейді. Типа қалай мен адамгершілікке салынам, если менің балам қайта аман есен қалды, шүкір Аллаға, жеңілдікпен болды. Если ана өте нашар жағдай болса, мен балам анадан өліп шығатын еді, ана больницадан. Рас, өліп шығатын еді, ешкім қарамайтын еді. Қан тоқтамай, ана өзім анеме әлсіз балам, қан тоқтамай деп Құдайдың өзі сақтады мені. Бір жағдай болып сөйтетін болса, ана больница айтатын еді, өздері кешкеген, өздері қарамай ма? Кім кінәлі? Өзіміз халық кінәлі болып шығамыз. Енді кеп өзінің врачтары бар, басқасы бар, ақтап шықпақшы. Қай бетімен маған звондайды, өтмей сіздік солардың атынан сұрамай-ақ қойсын кешірім маған. Нужна олардың кешірім маған. Керек емес еді кешірімдері. Анау видеоға түскен врачты көрдіңіздер, отырды сол жерде, иә? Дәрігер отырды сол жерде, ешкім қозғалған жоқ. Сол жерде кеп маған айтса ғой, осындай мен бүгін жаңағы врач күнделікті түсіп отыратын дәрігер емеспін, кезекшілік дәрігер емеспін, бірақ мен балаңызды әкеліңіз қарап берейін, не жағдай болып жатыр десе, мен ана жерде ештеңке деп тиктокқа салмас едім. Бұлай бұл больница уже неде тұр уже, ауыздан шығайын деп мына жерде тұр уже. Ешкім тупой дедім, больницаларыңыз тупой. Ешкім білмейді ештеңке. Барсаң, анандай ма, мынандай шығар деп шығарып салады. Айтайын ма, рас, бұл больницаға баруға қорқамыз, бармаймыз да, біз аман барып өліп қайтатын сияқты көрінеміз. Амал жоқ, анализ тапсыруға ғана барамыз, оныңыз рас шыға ма, өтірік шыға ма, Құдай біледі. Біз өзіміз алыста тұрамыз да Семей қаласына, бірақ сол жаққа өзіміздің өмірін үшін туатын кезде сол жаққа барып 3 рет 4 рет қараламыз, ойбай. Ал мына жаққа барып УЗИге түссең, не балаңды кентар қылып шығарады, не өлі қылып шығарады УЗИда. Қалай мен бәрін жамандамаймын, ол бәріміздің басымыздан өткен. Келсесіздер ғой, келсіп менің мына видеомды шығарыңыз жан жаққа. Өтірік емес, жұрт естісін. Біз бір мына Үржардың айналасынан шықпаса екен деп отыр да. Мен осы кезде ақшумен жазып тұрмын видеоны ше. Маған звондағанда өздеріндікін қарап отсаң, өздеріндікін жақтап отыр. Айналайын, бір жеріне тық қойсын өздеріндікін. Керек емес. Біз жиналыс ашып жатырық, жөндейміз, итеміз, бүйтеміз. Қашан өзгерді, айтшы, қашан өзгерді бұл больница? Мен өзім екіқатты приступ барып, өтімнен приступ барғанда маған врачтар қараған жоқ. Қайда врач? Ан жерде ыңырсып өлдім. Емі маған айттым, мистерал жүр екен, пожалуйста, маған обезболивающий салып беріңізші деп жалынды. Мен соңында врач жоқ. Тупой десе ренжиді. Мен айттым, тупой? Рас? Қорықпай айтыңыздар. Мен рекке шығарыңыздар осы видеоны. Көрсін. Ана әкімдер кім бар? Облыс әкім бар. Қозғалатын шығар, сәл адам болады шығар на больница. Қашанғы біз қалаға бара береміз? Біреудің жағдайы бар, біреудің жағдайы жоқ барғанға. Жағдай жоқтан осы жаққа келіп өліп жатыр. Сүмірейіп отырғанша айтсаңдар, қарап отсаңдар, енді орыстардан қорқатын сияқты. Орыстар қан бетке айтып, біздің қазақтар баяғы адамгершілікке салып, сол ойбай, құрсыныш, жеп отқан наны ғой, бүйтіп отыр ғой, Құдай өзі сақтасын. Жоқ, сен өйтіп сүміреген сайын сен үндемей отыра берген. Мен айттым, тиктокта өшірмеймін деп, бүкіл ел білсін, біздің Үржардың больницасы тупой екен. Қатты айтсам, кешірім де сұрамайым. Қатты айтып, мен ашумен айтып тұрмын. Мен балама осы кезде Құдайдың өзі сақтасын, бұл больницадан адам өліп жатыр. Екіқабат әйелдер де өліп жатыр.
менің көршім де кетті, міне баласын да өлтірді, әйелін де өлтірді, ешкім ештеңе деп атқан жоқ, спокойно жүр. Сондай жағдай болмаса екен дейсің да, тағы қайталанып, мен жалғыз өз баламды айтып тұрған жоқпын, жұрттың балдары басқа бар. Жарайды, өзіміз қойш дейсің ғой, өзімізге келгенде қойш дейсің. Ал кішкентай балдар барғанда дым істемей отқанда, кәдімгі ішің күйеді. Маған митет, мен қолым қан болып, балам қан, мана балам басын ұстағам ғой, қанаған жерін бүйтіп, қан деген бұлақша ақты. Қатты дірілдеп, қорқып, қолмен басыппын баламның. Балам қол қан өз басын бүйтіп басып кеп тұр маған. Қалай жыламайсың, қалай айтпайсың ондайды? Неге жұрттар көзі ашылмайды? Әркімнің өзінің үйінде бір жағдай болмаса, басына тимейді, соның өзінде тасташ деп отырады. Құрсынш, бір Құдайға тапсырдым. Осыдан осы байланса өзгермесе, білмеймін, өзгереді деп айта алмаймын. Неше жыл болды ғой, менің бір тиктогым өзгерсе қайдам. Сол үшін комментарий, ұржарлықтар, мақаншы, басқа бәрілерің өздерің байлансаларыңыз көріп тұрсыз қандай жағдайда екеніңізді. Қорықпаңыздар, жазыңыздар. Ең болмаса жөні түзу врач келер. Біз татау екі қуат болуға қорқамыз, расы. Мен көршімнің жағдайдан кейін қазір татау екі қуат болуға, осы жаққа туға да қорқам. Мен осы кезде ашуланып, ана ретінде жазып отырмын да бәрін. Ана ретінде мен балам осы кезде қайта аман қалды. Енді ол жағдай қарап отырсаң да бала ғой. Өзімде де кінәлаймын. Қарап отырғаның өзімде де мысалға аяқ астынан болған жағдай. Ал соны мен өзім қолымнан келмегендіктен ол жаққа бардым ғой, мен шырылдап жүгіріп бардым, мен өзім қолымнан келмегендіктен. А олардың істеп отқаны анау. Дым істеп отқанда жоқ. Тұр, маған жазылыңыз дейді, тіркеліңіз дейді. Врашыңды әкесе бірінші көрсін да мынаны. Бірінші баламды көрсін, мен жағдай өзім тынышталайын, балам аман қалсын. Жақсы болып қалды ма, қан тоқтады ма, біліп алайын. Қашып кетпеймін ғой, тіркелем ғой мен. Десем мені хирургия апарып қойды да, сол жақта күтіңіз дейді. Мен сол жерде күтіп тұрдым. Өзім бармасам медсестраға ешкім қарамайды екен. Ана жерде медсестра әрі өтті, бері өтті, қарағанда жоқ маған. Не істеп тұрналар деген сияқты. Кімге келдіңіз? Жай тұрсыз ба? Әкеңіз көмектесейін. Ешкім айтып жатқан жоқ. Айналайын, сен сол жұмысты істедің ғой, істеймін деп бардың ғой. Халыққа көмектесем, адам ақша үшін барсаң да сәл адамгершілікке, маған айтады, адамгершілікке танытыңыз дейді да, типа адамгершілігіңізге тапсырдым дейді, маған айтады жаңағы врачтар үстінен қарайтын, бастығы бар ма, басқасы бар ма. Мен айтам, адамгершілік туралы өзіңіздің врачтарына, медсестраларыңызға, басқа врачтарыңызға айтыңыз. Сіз адамгершілік туралы маған оқытпаңыз дедім. Сол біздің больница осы. Бір Құдайға тапсырдым. Өздерінің басынан өтсін, сол кезде көреміз. Әркім баласы да отыр. Мен ештеңе деп отқан жоқпын. Балдар аман болсын. Бірақ басынан өтпей, түсінбейді ешкім.